Тату достар табан астында дұшпанға айналды. КТК-да тапжылмай отырып тапсана көрер телехикая. Арадағы араздықты жою үшін балаларын атастыран қос жігіттің ендігі қарым-қатынасы ұрпақтарына байланысты болмақ. Серттескен ата-ананың сөзіне олардың ұл қызы көнер мекен. Әкелердің серті балаларына аса қиын сынақ болама. Адам жан дүниесін ерекше тебірентер оқиға ой тереңіне батырып, ешкімді де бейжай қалдырмайды. Қазан айының 3-нен бастап шытырман оқиғалар мен сұлу сезімге толы Шырғалаң телехикаясын тамашалаңыздар. Оқиғаның өрбейтін жері Түркияның Гүзелкөй атты шағын қалашығы. Байрам мен Салих бала күннен бірге өскен, бір үшін бірі жан алып, жан беруге даяр қимас достар еді. Бірақ тағдырдың тәлкегімен екеуі бітіспес қас дұшпанға айналады. Араларындағы ымырасыз өшпенділікті ушықтырмай, араздықты бір жолата ұмытудың мүмкіндігі пайда болып, достар сөз байласады. Ақша беріп құтыла алмайсың десең, саған басқа бір ұсынысым бар. Сенің сұлу қызыңды менің кіші балама атастырып қояйық. Екеуін атастырып қояйық. Сонда мен де аразабынан құтылам. Сөйтейік, Салих. Бауырым, келісіміңді бер. Байрам баласы өскенше тасы өрге домалап аз уақытта байып шыға келеді. Мыскеніне үлескер боп, мол дәулетке кенеледі. Айналасына сыйлы да ықпалды адам атанады. Бірақ байлыққа бола досына берген сертін ұмытқан емес. Демек, енді тойдың ауылы алыс емес деген сөз. Енді бір-бірін көріп, білмеген қыз бен жігіт үшін сәт сағаты соққанда ата-ананың айтқанына көне ме? Келем екеуміз бір қызды айттыруға барамыз. Мен де сол туралы сөйлесейін деп едім. Уақыты келді, берген уағдамызды бұзбай. Қыздың үйіне барып құда түсеміз. Қалыңдығың сені күте-күте шаршады. Бұл айтқаның болмайды әке. Таңертең бәріне құтты болсын айтқан соң жолға шығамыз. Әйтсе де ата-аналар ұзақ уақытта заманның өзгергенін, жастардың көкірегінде жаңа арман, жарқын тілек көктеп келе жатқанын ескермеген еді. Сөйтіп тартысқа түскен тағдырлар небір шым-шытырық оқиғалар аясында одан әрі шиыршық атып, шиеленісе түседі. Айғай шу шығармасаң, рахмет айтар едім. Алаңдама, шу шығармайым. Бірақ мені бұлай қорлап кеткенің үшін жақсылап тұрып, сазайыңды тартқызамын. Дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 19:00-де Шырғалаңды көріңіздер.